Математика ұбт курсының 6-шы сабағы. Бүгін жай бөлшектерге амалдар қолданамыз. Яғни жай бөлшектерге қосу, азайтумен ғана шектелеміз. Ендеше жай бөлшектерді қосу, азайту үйренейік. Бастапқы бөлшектеріміз мынадай болсын. 7-тен 4-ке 7-тен 2-ні қосып көрейік. Жалпы екі бөлшекті бір-біріне қосу дегенді түсініп алайық. Екі бөлшекті бір-біріне қосқыңыз келсе, ол не деген сөз? Біреуін суретпен көрсетейін, қалғандарын солай деп ойлана берейік, жақсы ма? Мысалға, яғни 7-тен 3-ке 7-тен 2-ні қосу деген, мысалы міне 7 бөліктің 3-і боялған ғой, және 7 бөліктің 2-і боялған. Енді екеуіне бір-біріне қосу деген сөз, мына екеуі де көресіздер ғой, екеуі де бір-бірдей 7-ге бөлінген. Сондықтан мен мына кусокты алып, мына жерге салсам, дәл келеді деп ойлаңыздар, жақсы ма? Өйткені мынау да 7-ге бөлінген, мынау да 7-ге бөлінген. Так, алып мына жерге саламын, мына кусокты алып мына жерге саламын. Сонда шеңбердің неше бөлігі боялады екен? Яғни мына жерге мына екі кусокты алып мына жаққа салатын болсам, мына жер 3 бөлік, тағы да 2 бөлік қостым. Яғни 7 бөліктің 5-еуі боялады екен. Содан бұдан қандай қорытынды жасаймыз? Яғни бөлшектерді қосқанда, немесе азайтқанда, бөлшектің бөлімдері біріншіден бірдей болу керек, жақсы ма? Бөлшектің бөлімдері бірдей болу керек. Қазір ойлаңыздаршы, неге бірдей болу керек сұрақ туындаса, мынандай нәрсе. Мен мынау 7-ге бөлінген, мысалы мынау 11-ге бөлінсе, мынадағы боялған кусоктарды алып, мынаған сала алмаймын. Түсінесіздер ме? Екеуінің қалай айтуға болады? Размерлері екі түрлі болады. Мыналған кусокты мына жермен толтыра алмаймын. Түсінесіздер ме? Осы тұрғанда мен мына кусокты алып мына жерге салсам, ровно келеді ғой. Өйткені мынау да 7-ге бөлінген. Ал мынау елестетіңіздерші, ұсақты алып, мысалы 11-ге, 15-ге бөлінген бір боялған кусокты алып мына жаққа салсам, оның орнын толтыра алмаймын. Түсінесіздер ғой? Сол себепті ең бірінші шарт, бөлшектерді қосқанда, азайтқанда бөлшектің бөлімдері бірдей болу керек. Бөлшектің бөлімдеріне бірдей болғанда көз жеткіздіңіз бе, әрі қарай үстіңгі, яғни алымдарын қос десе қоса қоясыз, азайт десе азайта қоясыз. Міне 3 пен 2-ні қостым 5 болды. Сәйкесінше дәл солай кете берейік әрі қарай. Мынау да 15 бөлікке бөлінген, мынау да 15 бөлікке бөлінген. Яғни екеуінің бөлімдері бірдей. Бір-біріне азайтайын деп жатырмын. 15 жазып қоямын, бөліміне вообще ойланбайсыз. Қалай болып тұр? Дәл солай жазамыз 15 деп. 7-ден 2 аламын, 5 деймін. 15-тен 5. Алдыңғы сабақтан біз қысқарту амалын өттік қой, естеріңізде болса. 15-те 5-те екеуі де қандай санға қысқарады? Екеуі де 5-пен аяқталған себепті, екеуін де 5-ке бөле аламын. 5-ті 5-ке бөлемін 1 болады, 15-ті 5-ке бөлемін 3 болады. Яғни алымында бөлімде бірдей санға бөлдім, қысқарту амалын жүргіздім. Және біз аралас сандармен де таныспыз ғой. Аралас сандарда қалай қосамыз, қалай азайтамыз. Ол жақта да сондай міне. Бүтін бөліктерін бірінші қосып аламыз. Бүтін бөліктің есімізде ғой. Алдында сурет салып көрсеттік қой. 2 бүтін деген сөз. Яғни осындайдың екеуі, оның екеуінің ішінде де бәрі толық боялған ғой. Оның бүкіл бөлігі боялған. Сосын 11-ден 3 деген 11 бөлікке бөлінгенде, мынандай 11 бөлікке бөлінген, соның 3-і боялған деп түсінесіз ғой. Яғни бүтін бөліктерді қоссақ, бізде жалпы 5 бүтін бөлік бар. 2 бүтін мен 3 бүтінді қосып жатырмын, жақсы ма? Сосын жаңа бөлшек бөлікті қосуды үйрендік қой. Бөлімдері бірдей болу керек дедік. Мынау да 11, мынау да 11. 11 жазып қоямын. Ал алымын жай қоса қоямын. 3 пен 5-ті қосам 8 болады. Азайту да солай. Мынау 7 бүтін, мынау 2 бүтін. Жалпы барлық бүтіндері 5 бүтін екен азайтып тастағаннан кейін. Екі бөлшектің бөлімдері бірдей болып тұр ғой, 6-да 6. 6-ны жазып қоямыз. Ал алымын не істейміз? Жай ғана азайта қоямыз. 5-тен 1 азайтамын 4. Тағы да сол қысқарту амалын жүргіземін. Өйткені 6-да 4-те 2-де жұпсан болғандықтан нешеге бөліну керек? Әрине 2-ге бөліну керек. 4-те 2-ге бөлемін 2, 6-ны 2-ге бөлемін 3. 5 бүтін 3-тен 2 екен. Яғни жай бөлшектерді қосу, азайту деген міне осындай бөлімдері бірдей болу керек. Бөлімдерін бірдей қылып алғаннан кейін, бөлімдері бірдей болғаннан кейін барып қосылады. Енді қандай сұрақ туындауы мүмкін? Ал бөлімдері бірдей бола алмаса, мен оларды қоса алмаймын ба, немесе азайта алмаймын ба деген сұрақ туындаса, онда әрі қарай өтейік. Бөлімдері әртүрлі болғанда, мына жерде 5-ші класста ең кіші ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш деген тақырыптар бар негізі. Соларды қолданып шығарамыз. Бірақ мен онымен айтып келіп тұрған жоқ. Өйткені есеп шығару барысында оны көп қолдана бермейміз. Логикаға қатты жүгініп кетеміз, немесе көбейту кестесін еске түсіреміз деген сияқты. Негізі 5-ші сыныпта бізге солай үйретеді. Ең кіші ортақ еселік деген тақырып болады.
сол арқылы шығарамыз мына бөлшектерді қосқан кезде. Яғни ә бөлімдері әртүрлі болады ғой сол кезде. Бұл жерде не істеуіміз керек? Енді жаңа айттық қой біз, бөлшектерді қосу үшін, азайту үшін не істеу керек дедік? Бөлімдерін бірдей қылуымыз керек. Енді былай істейміз. Бөлімдерін бірдей қылу деген сөз, мысалы мына бөлшектің бөлімі 4, мына бөлшектің бөлімі 8. Екеуін де бірдей сан қылғым келеді ғой, түсінесіздер ме? Енді біз алдыңғы сабақта бөлшектерді қысқартып үйрендік қой, естеріңізде болса. Яғни біз мысалға 8-ден 4 деп тұрса, бөлшектің алымында бөлімді мысалы неше дедік? Екеуіне 4-ке бөлдік мысалға. Мынанда 4-ке бөлдік, мынанда 4-ке бөлдік деген сияқты. Осылай жауабын 2-ден 1 дедік. Енді мен бөлшектің алымында бөлімінде бір санға бөле алсам, автоматически ой келеді маған. Неге бір санға көбейтпеске? Яғни мына 2-ден 1 деген сан тұр ғой, міне. Соны неге бұлай астында, үстінде неге 4-ке көбейтпеймін мысалға? Қайттан 8-ден 4 шығады ғой. Түсінесіздер ме? Яғни мен айтып қойған идеям бұл жерде бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады. Бірдей санға өсіруге болады екеуінде, еселеп өсіруге болады. Осы идеяны ұстап қалып, мен мына ең аз санға, енді барынша аз санға жабысуымыз керек. Міне 4 деген санды біріне еселеп 8-ге жеткізгім келіп тұр ғой, түсінесіздер ме? 4 8 болу үшін нешеге көбейтемін мен? 2-ге көбейтемін, мына алымында мына жерге бүйтіп 2 қойып қоямын. Мына толықтауыш көбейткіш деп айтады. Шекесіне 2 деп жазып қойғаным, ол 2 тек қана астына емес, міне бөліміне емес, үстіне де астына да көбейтемін. Сонда менде 2-ні 1-ге көбейтсем 2 болады, 2-ні 4-ге көбейтсем 8 болады. Мына бөлшектің бөлімін 8 қылдым ба? Мына бөлшектің де бөлімі 8. Көшіріп қоя берейін мұны. Міне. Яғни 2 бөлшектің бөлімі бірдей болды, міне. Енді қоса береміз. Жауабы сонда 8. Бөлшектің бөлімінде 8 тұра береді. Кейбір балдарына қосқан кезде астында сандарында қосып қояды. Ондай қате жібермеуге тырысамыз. 8-ден 5. Түсінікті ғой. Енді кейбір балаларға бұл қиындау болуы мүмкін. Сол үшін мен тағы да бір әдіс көрсеткім келіп тұр. Былай да шығару болады. Мысалға, мына бөлшектің бөліміндегі 2 санды көріп тұрсыз ғой, 6 және 9 деген санды. Сол үлкен санға ұстап аламыз. Үлкен сан бұл жерде 9 бізде. Сол 9 деген санды еселей бересіздер. Яғни таблицаны білеміз, 9-ның таблицасын білеміз ғой. 9 көбейту 1, 9 көбейту 2, 9 көбейту 3, 9 көбейту 4 деп сөйтіп санды еселей береміз. Қашанға дейін сол мәні қашанда 6-ға бөлінеді. Соғында тоқтап қаласыз. Мысалға, 9 6-ға бөлінбейді. 9 бірім 9 ғой, мысалы, 9 6-ға бөлінбейді. Келмейді. 9-ды 2-ге көбейтіп көрейік. 9 2 қанша? 18. 18 деген сан 6-ға бөліне ме? Бөлінеді ғой. Яғни 18 деген санға ортақ бөлім келтіруім керек екен. 18 деген сан ол 9-ға да бөлінеді, 6-ға да бөлінеді. Яғни екеуіне де ортақ бөлінетін сан іздеймін ғой, түсінесіздер ме? Ең үлкен сан керек. Мына екеуі тұрады, мына 2 сан, соның үлкенін ұстап аласыздар. Сол санның өзі болуы мүмкін. Ортақ бөлімді айтамыз. Немесе сол санды еселей өсіргендегі бір сан болуы мүмкін. Яғни мына екеуіне кішкентай бола алмайды. Былайша айтқанда, ортақ бөлім екеуіне кішкентай бола алмайды. Сонымен 18-ге келтірейін деп жатырмын. Екеуінің бөлімін 18 қылайын деп жатырмын. 18 жазып қоямын астына. Мына 6 деген сан 18 болу үшін нешеге көбейттік? 3-ге көбейттік қой. Мына шекесіне 3 деп жазып қоямын. Мына 9 деген сан 18 болу үшін нешеге көбейттік? 2-ге көбейттік. Мына шекесіне 2 деп жазып қоямын міне. Мына шекесіне жазып қойған сан толықтауыш көбейткіш деп айтады математикада. Оны міне бөлшектің үстіне де астына да көбейтуім керек қой. 3-ті 5-ке көбейтсем 15. 3-ті 6-ға көбейткенде жазып қойдым міне астына, жақсы ма? 2-ні 1-ге көбейтсем 2, 2-ні 9-ға көбейткенде міне жазып қойдым. Бөлшектің бөлімдері бірдей болды ғой. Енді азайта беруге болады. Бөлшектің бөлімдегі 18 жазып қоямын. 15-тен 2 алсам 13, 18-ден 13 екен міне. Тағы да көрейік міне. 20 және 15 бөлшектің бөлімдері. Айттық қой міне, 20-15 үлкен санға жабысып аламыз. 20 деген санды енді еселей берейік. 20 15-ке бөлінбейді ғой. Сондықтан 20-ға 20 қосам. 20 көбейту 1, 20 көбейту 2, 20 көбейту 3 десеңіздер болады. 20 қоса берейін мен. 20-ға 20 қоссам 40 болады. 40 15-ке бөліне ме? Бөлінбейді. 40-қа тағы 20 қосам 60 болады. 60 15-ке бөлінеді ғой. Сонда 60 деген сан 15-ке де бөлінеді, 20-ға да бөлінеді. Яғни ортақ бөлім уже 60 болады екен. Мына жаққа 60 деп жазып қояйын, ұмытып қалмас үшін. Мына 20 деген сан 60 болу үшін неше рет 20 қостық жатамыз? 3 рет қояйық. 20-ны 3-ке көбейтсем 60 болады. 15 деген сан 60 болу үшін ше, мына 15 деген санды 60 қылуымыз үшін 4-ке көбейтуім керек, дұрыс па?
Сонда міне шекесіне жазғанымда сандарымды 3-ті 7-ге көбейтемін. 21. 3-ті 20-ға көбейткенде жазылып тұр уже. Так, 4-ті 3-ке көбейтемін. 12. 4-ті 15-ге көбейткенде жазылып тұр міне. Бөлімдері бірдей болды міне. Бөлшектің бөлімдері 60 болып тұр. Енді екі бөлшекті бір-бірінен азайта беруге болады. 60-тан 21 12 алса қанша болады? 9 ба? 60-тан 9. 60 пен 9 екеуі де қандай санға қысқарады? Егер қысқаратын болса, жауаптар қысқартқан дұрыс соңына дейін аяқтап. Екеуі де 3-ке бөлінеді. 9-ды 3-ке бөлемін 3 болады. 60-ды 3-ке бөлемін 20 болады. Мына жауабы 20-дан 3 екен. Дәл солай аралас сандарда осындай амалдар орындаймыз. Мына бүтін бөлігін қоспастан бұрын ең бірінші шаруа бізде не ол? Бөлшектің бөлімдерін бірдей қылып аламыз. Сосын барып бүтіндерін қоса береміз. Так, 10 және 15. Не істейміз? Үлкен санға жабысамыз. Соны еселей береміз. 15 10-ға бөлінбегендіктен әрі қарай іздей беремін. 15-ке 15 қосам. 30. 30 10-ға бөлінеді ғой. Енді менде бірден бөліп кетіп жатыр. Сіздерде ол бірнеше сандардан кейін қайталануы мүмкін. 15-нің үстіне қосып 5 рет 6 рет қосқаннан кейін барып шығуы мүмкін. Енді мына жерде кішкене логика, яғни көбейту таблицасын жақсы білсеңіздер, тез жетесіздер ғой. 15-ке 15 қоссақ 30. Мына 30 10-ға бөлінеді ғой. 30 15-ке де бөлінеді. Яғни бізде ортақ бөлім, яғни бөлімде екеуіне де ортақ сан бізде 30 екен. 30 деп жазып қойын астына. Бүтін бөліктер өзгермейді, олар жазып қоя беруге болады. 3 бүтін, 2 бүтін дегендерді. Енді мына 10 деген сан 30-ға айналдыру үшін шекесіне нешеге көбейтуім керек мен? Мына 10 30 болу үшін 3-ке көбейтемін ғой. Мына 15 30-ға айналу үшін нешеге көбейтемін? 2-ге көбейтемін. Осы сандарымды жазып жіберейік. 3 көбейту 3 9. Қайталап айтамын, мына бүтін бөлікке көбейтіп қоймаңыздар. Бүтін бөлік ол бізде қалай тұр, солай өзгермей тұра береді. 2 бірім 2. Міне бөлімдері бірдей болды. Енді екі бөлшекті бір-біріне қоса беруге болады. Бірақ алдымен не істейміз? Бүтін бөлігін қосып алайық. 3 бүтінге 2 бүтін қоссақ 5 бүтін. Бөлшектің бөлімдері 30 болғандықтан 30 жазып қоямын. Және алымдарын қоссам 11. Енді осы тақырып аясында кішкене сәл өзгеріп, былай да келуі мүмкін. Бұл жерде бір кішкене сәл қиындық тудырады-ау деген бір есептерді алып отырмын. Кейбір оңай, бірақ кейбіреуінде бір балдар қиналатын жерлер болады. Мысалға, мынау натурал сан, мынау бізде не? Рационал сан, яғни бөлшек сан ғой. Осы екеуін қосқанда біз негізі алдында аралас сан деген тақырыпты өткен болатынбыз, естеріңізде ме? Мысалға, мен 7 бүтін 3-тен 2 деп жазсам, мынау 7 бүтін деген ол бүтін бөлік, 3-тен 2 деген ол бөлшек бөлік. Мына жерде жасырын не бар дедік? Қосу бар дедік, дұрыс па? Жасырын қосу бар. Яғни мынаны сөйтіп түсінсеңіздер болады. Мына қосуды алып тастап, жай ғана 2 бүтін 5-тен 3 деп жазсаңыз болады. Және тағы мына есепке қосымша тағы бір тәсіл айтып кетейін. Енді ең оңай әрине осыны жаза саламыз. Бірақ алдағы мынадан кейінгі есептерге де пайдасы болу үшін тағы да бір тәсіл айтқым келіп тұр. Мына 2 деген санды былай өзгертіп жазуға болады. Жақсы ма? Мына жерге бүйтіп таяқша қойып кетейін, иә? Екінші тәсіл ретінде қарастырсаңыздар болады. Мына 2 деген санды 1 бүтін 5-тен 5 деп жазсам. Бұл 2-ге тең деп айтамын сіздерге. Так, енді не себепті олай жаздым? Мына 5-тен 5 деген ол 1-ге тең болады. Келісеміз бе? Мысалы, бөлшектің сызығы нені білдіреді дедік біз? Бөлуді білдіреді деп айтылды. Бөлшектің сызығы бізге бөлуді білдіреді. 5-ті 5-ке бөлсем 1 болады. Осыны жаңа айттық қой, аралас санда мына жерде жасырын қандай сан не бар дедік? Қосу бар ғой. Мына жерде қосу бар жасырын. 1-ге 1 қоссам 2. Сонда 2-ге тең болып тұр. Көрдіңіздер ме? 2-ге мынаны 5-тен 3-ті қосып жатырмын. Яғни мына есеп пен мына есеп екеуі бір есеп түсінесіздер ғой. Неге енді кейбір сұрақ болуы мүмкін? Неге 5-тен 5? Неге басқа сан алмадыңыз деп? Өйткені мына келесі бөлшектің бөліміндегі сан 5 болғандықтан мен 5-тен 5 деп алдым. Жалпы мына жерге қандай сан қойсаңыз да бәрібір 100-ден 100 дейсіз ба, 40-тан 40 дейсіз ба, миллионнан миллион дейсіз ба? Өйткені не? Мына бөлшектің алымы да бөлімде бірдей болса не деген сөз? Бір-біріне бөлгеніңізде 1 шығады ғой. Яғни алым мен бөлім бірдей болса болды. Мысалы, мына келесі бөлшектің бөлімі 8 тұрса мына жерде, сіз мынаны 1/8-ден 8 дей саласыз. Түсінікті ғой? Бұл жерде түсіндіргім тұрған идея мынандай ғой. Мына бөлімдерін бірдей қылып жүрді сразу. Түсінесіздер ғой? Бөлімдері бірдей болып тұр осы тұрғанда. Міне бүтін бөлік біреу ақ бізде.
1 бүтін дейміз. Мына жерде 0 бүтін ғой, жазылмаса, значит 0 бүтін деген сөз. 1 бүтінге 0 бүтін қостым, 1 бүтін шықты. Екеуінің бөлімдері 5 па? 5. 5-ке 3 қосамыз, 8. 1 бүтін 5-тен 8 болды. Енді мына жауап шықпады ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Мына жерде бірақ не бұл бізде аралас санға айналдыратындай жағдай келіп тұр ғой. Яғни бұрыс бөлшек болып кетті мына жері. Негізі мына есеп, мына идеямен шығу керек қой. Енді келесі есептерге пайдасы болу үшін ғана мына әдісті қолданып жатырмын. Енді 5-тен 8-ді аралас санға айналдырсақ, мына жерде қосу бар ғой, онда бүйтіп, пока қосу болып тұра берсін. Сонда 1 бүтін, 5-тен 8 дегенде 1 бүтін 5-тен 3 деп айналдырмаймыз ба? Естеріңізде ме? 8-дің ішінде неше 5 бар дейтін едік қой. 1 бүтінге 1 бүтін қоссақ, 2 бүтін 5-тен 3. Егер ұмытып қалған жағдайларыңыз болса, аралас сан деген тақырыпқа қарай өтіңіздер. Сол кезде мына жер айтылған ема, жақсы ма? Енді мына есепті қалай шығарамыз? Енді мына есепті шығарған кезде дәл осы идеяны қолданамыз, екінші тәсілді қолданамыз, енді амал жоқ. Мынау сияқты бүйтіп оңай сияқты қоса салмаймыз. Бұл жерде азайту болғандықтан, мына 7 деген санды бір санға кемітемін. 6 бүтін болады. 6 бүтін неше деп аламын? Келесі бөлшектің бөліміне қараймын. 6 ғой. Онда 6-тан 6 деп аламын. Егер мен келесі бөлшектің бөліміне жері неше қандай бір басқа 13 деген сан тұрса, 13-тен 13 деп алар едім. Жақсы ма? Азайту 6-тан 5 деймін. Тағы да қайталап айтамын. Мынау 6 бүтін 6-тан 6 деген ол мына 7-ге тең. Екеуі мағыналас, екеуі бірдей сан. Сіз 6 бүтін 6-тан 6-ны көрсеңіз, ойыңызға автомат түрде бұл 7 деген сан екендігін келіп тұру керек қой. Міне бөлшектің бөлімдері бірдей болды ғой. Бүтін бөліктері, мына 6 бүтін, мына жерде 0 бүтін, азайтқанда 6 шығады. Бөлшектің бөлімдері 6 болып тұр, оны жазып қоямыз. 6-тан 5 алсақ, 1 болып тұр ме? 6 бүтін 6-тан 1 жауап. Жалпы қосуда негізі проблема жоқ, қоса беруге болады бүтін бөліктерінше. Мынау 5 бүтін, мынау 2 бүтін. Қоса салып, 7 бүтін 3-тен 1 деп жаза салсаңыздар болады. Тек азайтуда ғана, азайтуда өйтіп жасамаймын, жақсы ма? Азайтуда жаңағыдай бір сан кемітіп алып, осылай бөлшекті аралас сан түріне айналдырып алу керек болады. Жақсы ма? Қосқан кезде проблема жоқ, бүйтіп мынандай қылып қоса салсаңыздар болады. Натурал сан мен бөлшек сан болса, бірге жазып жіберіңіз. Аралас сан мен натурал сан қосылып жатса, тек бүтін бөліктерін қоса салыңыз деген сияқты. Енді мына соңында бір екі есеп тауып тұрмын. Бұл балалардың арасында өте көп шатыстыратын жағдай. Несімен шатыстырады? Мысалға, бірінші бала жаңа бүгін енді біз ортақ бөлімі келтіріп үйрендік қой. Сол ортақ бөлімі келтіріп алады. Сосын мынандай қиындыққа тап болады. Соған дейін барайық. Бөлшектің бөлімі 21 және 7 болып тұр. Бірінші бірдей қылып алайықшы бөлшектің бөлімдерін. Мына үлкен санға жабысамыз едік қой. 21 деген сан 7-ге бөлінеді ме? Бөлініп тұр ғой. Яғни ортақ бөлім 21 болады екен. 21 деген сан 21-ге де бөлінеді, 21 деген сан 7-ге де бөлінеді. Мен жазып қояйын онда 21-ді. Екеуінде де ортақ бөлім бізде 21 болады екен. Мына 9 бүтін жазып қоямыз, мына 5 бүтін жазып қояйық. Мына шекесіне не жазамыз? Мына 7 деген сан 21-ге айналу үшін нешеге көбейттік? 3-ге көбейтеміз, дұрыс па? 3-ті 2-ге көбейтем 6 міне. Мынау 10-да есептің берілгенде 21 болып тұр. Яғни ештеңе өзгертпейміз, бұл солаймен тұра береді. Түсінікті ғой? Есептің берілгенде 21 болып тұр, сол 21-мен жазып қойын. Толықтауыш көбейтші, бірінші бөлшекке ғана жазылды. Енді проблема мына жерде. Мына екі бөлшекті азайтатын кезде, мына 9 бүтін мен 5 бүтінді азайтамын. Жақсы, 4 бүтін шықты. Енді бөлшек бөлікті азайтайын десем, 21-ден 6-тан 21-ден 13 азайтылмайды. Сондай болып қалды. Неге? Қалай ойлайсыздар? Мысалы мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау 9 бүтін, мынау 5 бүтін. Мынау үлкен сан. Негізі азайтылу керек. Түсінесіздер ме? Яғни мына жерде проблема мынандай екенде, бүтін бөлігі көп бола берсін, бірақ бөлшек бөлігі аз болып тұр екен да мынаның. Мына бөлшек бөлігі аз болып тұр. Мынау өзі кішкентай, бірақ бөлшектері көп екен да. Сол себепті біз бүтін азайтып тұрмыз да, бөлшегін азайта алмай тұрмыз. Аз болған себепті. Енді бізге не істейміз? Мына бөлшекті өсіруіміз керек. Мына бөлшегін өсіреміз. Ал бұл бөлшекті өсіру, жаңа мына жақта екінші тәсілді қолданамыз. Қалай қолданамыз? Мына 9 бүтін дегенді, мына жерде мұқият қарайық. Мына жерде бізде не бар дедік? Жасырын. Қосу бар дедік, дұрыс па? Бүтін бөлік пен бөлшек бөліктің арасында жасырын қосу амалы бар. Сонымен 9 деген санды былай жазсам, 8 қосу 1 деп жазсам. Сосын артына 21-ден 6 жазып жіберсем былай. Мынау осы тұрғанда, мынау бөлшек пен мына бөлшек екеуі бір мағынаны білдіреді, дұрыс па?
8-ге 1 қоссаңыздар 9,21-6. Ноды 9,21-6. Екеуі бір мағына. Азайту 5,21-13-ті көшіріп қоя беремін. Менің басты проблемам мына бөлшекті өсіру деп айттым ғой жаңа. Енді мына 1,26-1,21-6 деген бөлшекті араластан болып тұр ғой. Соны жай бөлшекке айналдырамын. Яғни бұрыс бөлшекке. Әрі қарай созылайын тұр енді. 8 бүтін тұра берсін. Так, мынау бұрыс бөлшекке айналдыру естеріңізде болса, 1 мен 21-ді көбейтетін едім ғой. 1 мен 21 көбейтіледі. Сосын оған 6 қосылады. Бөлімдегі 21 жазылады әрине. 21-ді 1-ге көбейтсек 21, оған 6 қоссақ 27 болады мынау. Азайту 5,21-13-ті жазып қоя береміз. Мына жерге сыйдырып жіберейік енді ал. 8-ден 5-ті азайтамыз, яғни бүтін бөліктерін азайтып жіберемін. 3 бүтін, бөлімдегі 21 қала береді. Енді 27-ден 13 азайтылады міне. Бөлшектің өсірін көріп отырсыздар ғой. Яғни 14-ті 21-ден 14. Мына жерде екеуі 7-ге бөлінетіндей болып тұр, қысқартып жібере қоясыздар. Мынау да 7-ге бөлінетін, мынау да 7-ге бөлінетін. 3 бүтін 3-тен 2 шығып тұр. Тағы да бір қайталап жіберейік осыны. Мына жерде сондай проблема болады қазір. Бірінші бөлшектің бөлімдерін бірдей қылып алайық. 9 және 8. Қандай сан бар? 9-ға да 8-ге де бөлінетін. Егер таблицаны жақсы білсеңіздер, 72 деп айтады кейбіреулері. Немесе жаңағыдай, егер ойларыңызға келмесе, 9-ды өсіре бересіздер ғой. Үлкен сан 9 ғой енді. 9 8-ге бөлінбейді. 9-ға 9 қосасыз 18, 18 8-ге бөлінбейді. 18-дің үстіне тағы 9 қосасыз 27 шығады. 27 8-ге бөлінбейді. 9-ды тағы 27-дің үстіне тағы 9 қосасыз 36 болады. 36 да 8-ге бөлінбейді. 36-ның үстіне тағы 8 қосасыз. Сөйтіп біз нешеге дейін барамыз? 72-ге шейін барамыз. 72 деген санды, яғни үстіне қосып арқылы 72-ге барамыз. Яғни ортақ бөлім 72 болады міне. Мынағанда 72 дейін, мынағанда 72 деп қойайын. Так, мынау 16 бүтіндер өзгермейді. 16 бүтін, 7 бүтін деген сияқты. Енді мына 8 деген сан 72-ге айналу үшін шекесіне неше жазам? 9 жазам, дұрыс па? Ал мынау 9 деген сан 72-ге айналу үшін неше жазамын? 8 жазамын. Так, 9 үшім 27-ні жазып қойық мына жерге. Так, 8 бесім 40 жазып қойық мына жерге. Бұл жерде жаңағыдай проблема көріп отырсыздар ма? Бүтін бөлікті азайтасыз ғой. Бірақ бөлшекті азайтайын десеңіз, 27-ден 40 азайтылмайды. Сондай проблема түсінесіздер ғой. Көрейік енді ал. Не істейміз? Жаңағыдай тағы да өсіреміз аны. 16 бүтінді, мен бірден жазамын мына жерде, жаңағыдай 8 қосу 1 деп жазбай қойын. 16 бүтінді міне 15 бүтін деймін. Бір сан кеміттім. Ашып жаза берейінші. 15 бүтін 1,72-ден 27 десем. 1,72-ден 27. Міне 15-ге 1 қоссам, 16-мыз шығады. 72-мен 27 көшіріп қойдым. Қалған бәрін көшіре берем ғой. Тым өзгертеймін. Міне. Тек мынау, менің өзгерткенім тек мынау 16-ны 15 қосу 1 деп жазғаным ғой, бар нем өзгерісім сол. Енді мынаны 1,72-ден 27 дегенде не істеймін? Бұрыс бөлшекке айналдырып жіберемін. 15 бүтін тұра береді әрине. 15 бүтін 72-ден 72 астында тұра береді ғой. 1-ді 72-ге өтсем 72 болады. 72-ге 27-ні қоссам, неше? 99 ба? 99. Азайту, мынаны кете беремін әрбай. 7 бүтін 72-ден 40. Енді азайтайық. 15-тен 7 алсақ 8 бүтін. Бөлшектің бөлімінде 72 ғой, екеуінде де 72-ні жазып қоямыз. 99-дан 40 азайтамыз. 59 ба? 8 бүтін 72-ден 59. Яғни бөлшектерді қосу, азайту деген тақырып не осы. Бөлімдерін бірдей қылып алмай, бөлшектерді қосу, азайтуға болмайды. Осы тақырып бойынша видеоның астына шағын есеп салынатын болады. Сол есептерді мына тапсырмаларды бекіту үшін орындасаңыздар болады.